Бұл маңызды нәрсе, бұны біліп алу керек негізі. Ақша, энергия. Бұл жазған нәрселер формулалар бұлар. Бұл формулаларды пайдалану керек. Бұның пайдалану оп-оңай негізінде. Қара, постоянно адамдар өзінің энергиясы мен уақытын жеткізе алмай жүреді адамдарға, дұрыс па? Не үшін жеткізе алмай жүр? Өйткені постоянно ол ақша табумен әлек болып жүр, ол статусқа қызығады. Мысалға қарап отырыңыздар. Кез келген адам бір жерде жалданбалы жұмыс істейтін болса, сол жалданбалы жұмысты істеп жүрген уақытында оған 500 мың теңге төлеген үшін ол довольны, дұрыс па? Довольны ғой. 500 мың теңге төлеген үшін довольны, дұрыс па? Және оған начальник отдела немесе генеральный директор деп қойған үшін ол довольны, дұрыс па? Енді осы нәрсені адамдарға бересің, олардың несін сатып аласың? Энергиясы мен уақытын сатып аласың негізінде. Көрдің ба? Енді қазір ойлап қараңыздар. Кімге сіз осы уақытқа дейін ақша бердіңізді, және бір статусты бердіңізді, оның уақытын сатып алдыңыз. Болды ма жағдай ондай сендерде? Болған жоқ па? Болды ма, болған жоқ па? Мысалы, мен айтайын ағай. Мысалы, бізде кафеде енді администраторлар, жұмысшылар бар ғой. Мен бірақ ол нәрсемен айналысып жүрген жоқпын. Мен тек жаңағыдай сырттарынан бақылап солай жасаймын. Бірақ именно мен сіздің клиенттеріңізді, жаңағыдай онлайн осындай клиенттерді ұйымдастырумен айналысып жүрмін. Мысалы, бірақ ол менен өзімнің жақсы көріп істейтін. Бірақ ол менен біраз уақытты алады. Бірақ мен осы істі жасағанды шаршамай, маған осы нәрсемен айналысқандай. Жақсы көретін шығар. Енді қараңыздар. Сіздің жақсы көретін ісіңіз ол сіздің доходыңыз болмау керек негізінде. Жақсы көретін ісіңіз вознаграждение болу керек. Мысалға, қазір менің істеп жатқан нәрсем, бұл менің жақсы көретін ісім, дұрыс па? Егер мен сіздерден қандай да бір ақша алатын болса, мен оны доход ретінде емес, вознаграждение ретінде аламын. Түсіндің ба? Сондықтан да адамға бір нәрсені берген кезде, заңмен бір нәрсе алатын болсаң, ол адамға приятно негізінде. Дұрыс па? Істеген еңбегің не істейді? Ақталады деген сөз. Істеген еңбегің далаға кетіп жатқан жоқ деген сияқты. Дұрыс па? Біріншіден. Ал екіншіден, осы нәрсені бизнес ретінде алатын болсаң, онда сен оны қалай істейсің? Оны сен лежбі адамдарға ақшасын алып алу үшін істейсің онда. Онда сен хитростқа кетіп қаласың. Түсінікті ма? Ал чтобы өзіңнің жақсы көретін ісіңмен айналысу үшін, сенде басқа источник доходтар болу керек. Ал басқа источник доходтарға обязательно біреуге ақшаны бересің, статус бересің, энергиясын сатып аласың. Мысалы, қазір кафенің ішіндегі болып жатқан нәрсе, ол сенің доходың басқаға кетіп тұрады, дұрыс па? Егер ол доход болмағанда, сен мына іспен айналыспайтын едің. Дұрыс па? Сол болып тұрғасын сен айналысып жатсың. Енді қараңыз, осындай жаңағыдай өзіңнің нелеріңді доход, источник доход шатастырмаңдар. Надо любимым делом заниматься дейді ғой. Ол әркімге не всегда получается. Через любимое дело зарабатывать деген трудно. Көрдің ба? Өзіңнің жақсы көретін ісіңмен айналысып жүріп, зарабатывать ету трудно негізінде. Бірақ сол ісіңмен айналысу үшін сенің артыңнан не істеп тұру керек? Келіп тұру керек. Түсінікті ме? Сол келіп тұру үшін біз бір формула айтамыз. Формула миллионер деп айтамыз. Жоғарыда көрсеңіз, бірақ оны қазір айтып кетемін. Біз айттық қой, сізде уақыт бар, мысалға, сізге маңызды емес, бір нәрсені ашқыңыз келетін болса, маңызды емес, сол нәрсені сіз білуіңіз маңызды емес. Кім айтты? Мысалға, сіз айттыңыз ғой, мен тігу білмеймін деп айттыңыз, дұрыс па? Тігу маңызды емес, тігуді білу маңызды емес. Қараңыз, әрбір затта, мысалға айтайық, бизнестің ішінде қандай проблемалар болуы мүмкін, қандай задачалар болуы мүмкін? Айтыңыздаршы сіздердің ойыңыздан. Қара, маркетинг проблема ма? Проблема задача ғой, дұрыс па? Маркетингпен айналысу керек қой. Айналысу үшін оны білу керек деген дұрыс па? Технология мысалға. Технология деген не мысалға? Технология мысалға. Дайындауы, мысалға бір нәрсені дайындау, маринаттау деген сияқты. Тігу деген нәрсе сияқты. Оның бәрі не? Технология, дұрыс па? Мысалға дизайн табуының өзі, ол да бір технология, дұрыс па? Сосын ішіне неге бар? Производство, өндіріс, дұрыс па? Производство. Мысалға сен постоянно тігіп, штамповать етіп шығаруың керексің, дұрыс па? Ол да өндіріс, производство. Тағы да нәрсе болуы мүмкін. Сату, мысалға, продажа, дұрыс па? Енді шығарған нәрсеңді сату керек қой. Солай емес па? Продажа деген бар. Транспортировка, там, логистика дейді ғой? Логистика. Осындай нәрселер бар.
Осының бәріне не істеп тұратын не нәрсе бар? Менеджмент. Бұны басқару. Менеджмент деген управление. Дұрыс па? Вот сіздерге мынаның бар емес, достаточно әрқайсынан 30% білсеңдер болды, достаточно. Керек емес толық біліп, потому что сен мынаған батып кетсең, сен уже тек қана маркетингпен айналысуың керексің онда. Онда мыналардың бәрі ақсап қалады. Мынаумен батып кетсең, сен технология, былай айтқанда біреуіне қатты көңіл бөлу керек емес. Әрқайсынан 30% білсең болды негізінде. Кішкене білсең болды. Главное, мынаның ортасы орнында адамдар істеп тұру керек та, сол адамдардың үстінен менеджмент, мынаның бәрін басқару маңызды. Менеджментті қатты білу керек негізі. Управлениені қатты білу керек. Түсінесіз ма? Управление людьми, адамдарды управлять етіп үйрену керек. Түсінесіз ма? Ертең біз жаңағы схеманы істеген кезде, миларыңыз ашиды ертең жақсылап тұрып. Ананың бәрін жазған кезде, мынаның беті толады. Бүкіл жазу толады, соның бәрін толтырамыз өшеде отырып. Сол кезде сіз түсінесіз, маған қандай ресурс керек, маған қандай партнер керек деген сияқты. Не керектігінің бәрін жазасыздар, түсінікті ма? И сол керек емес нәрселердің бәрін, сенде жоқ нәрсенің бәрін табуға тырысу керек. Сол кезде идея жүреді, ол болмаса идея жүрмейді. Сол сияқты менеджментті білу керек. Ал менеджмент деген жақсы руководитель, қара. Жақсы басшы стратегиялық нәрселерді не істейді? Хороший руководитель занимается, айналысады. Орыстан аударам ғой мен. Жақсы басшы стратегиялық істермен айналысады. Жаман басшы оперативтік істермен айналысады. Мынаның бәрі оперативный. Оперативный деген сөз, ол күнделікті қайталанып тұратын, бірақ сенің болашағыңа әсер етпеуі мүмкін нәрселер. Мысалға маркетингті күнде не істеп отыру, SMM күнде пост салып тұру керек, дұрыс па? Бұл оперативный іс. Иә. Мынау технология. Күнде ананың жаңағы несін, дозаларын салып тұру керек, дұрыс па? Производство күнде штамповать етіп шығару керек. Продажа күнде сату керек. Логистика күнде доставка жасау керек. Бұның бәрі күнде бітпейтін не? Бір айналып жатқан нәрселер. Система деген осы. Процесс, система, процесі. Процесс системасы. Енді осының барлығымен, қайсымен сіз айналып жүрсеңіз, қайсының біреуімен айналысып жүретін болсаңыз, онда бағана айтқан сияқты менде уақыт жоқ деген әңгіме осыдан пайда болады. Сізде уақыт болмайды. Түсінді ме? Енді жақсы руководитель немен айналысады? Стратегиялық істермен айналысады. Именно үлгерсек бүгін, болмаса ертең, стратегия деген нәрсе айтамын, түсінесіздер сол кезде стратегия деген. Стратегия деген сөз, мен қайда бара жатырмын. Ертең сен ұйқыдан тұрған кезде, сен жұмысыңа қарай асығуың керексің, чтобы сенің стратегияңда осындай шарттар жасалу керек. Сен білуің керексің қаяққа баратқаныңды. Дұрыс па? Біз қазір ұшатын болсақ, мысалға, самолетпен ұшып Алматыға баратын болсақ, түнде ұшып баратын болсақ, біздің самолеттің жарығы Алматыға түсіп тұру керек емес қой, дұрыс па? Бірақ біз білеміз ғой точно баратқанымызды. Сол сияқты сен ертеңгісін ұйқыдан тұрған кезде, уже сен білуің керексің, сен қаяққа бара жатқаныңды. Сенің бизнесің қаяққа бара жатқан білуің керексің. Ал білмейтін болсаң, тактически дейді. Көрдіңіз ба? Стратегия болмағанда, мысал қараңыздар, Гитлер неге ұтылып қалды? Неге ұтылып қалды? Гитлер неге ұтылып қалды? Ол тактический деген бар. Тактический бизнес бар, стратегический бизнес бар. Дұрыс па? Тактический деген сөз барғасын көреміз. Тактический деген сөз на месте көреміз, на месте бәрін. Түсінікті ме? Ал стратегический деген сөз алдын ала білу. Гитлер бәрін жаулап келе жатырды да, удачно келе жатырды да, Москваға келіп, Москваның суығына шыдай алмай қалды. Ол алдын ала бір жыл бұрын Москваның ауа райын зерттеп, сол моментте қандай ауа рай болады, соған байланысты киім тігу керек еді, соған байланысты тамақ жеткізу керек еді, сөйтіп бәрін обмундировать етіп алып, сосын барып ол не істеу керек, соғысу керек еді, бірақ ол стратегически ойланған жоқ, ол стратег емес ол. Бірақ Сталин, ол стратег болды мықты, кіргізді, давай. Түсінді ме? Кіргізді, ішке кіргізіп алды да, тарс, бітті, болды. Значит, ол білді. Көрдің ба? Кей уақытта дейді, артқа шегіну да стратегия дейді. Кей уақытта дым істемей тұру да стратегия дейді. Бизнесте всегда алға қарай ұра бермейді. Кей уақытта айналып өтеді. Стратегия қай уақытта болады? Қай уақытта болады стратегия? Конкурент болған кезде болады. Түсінікті ме? Оны толығымен айтатын боламыз. Сол сияқты менеджмент, сіз қай уақытта стратегия нәрселермен ойланасыз, сол кезде сіз бизнесмен боласыз.
Ал то, что оперативный істерге басқа адамдардың уақыты мен энергиясын сатып алу керек. Түсіндің ба? Өйткені, мысалға қара, саған қазір кассир керек болып қалды. Чтобы сенің неңде, магазинде кассир керек болып қалды. Сен өзің істесең кассирдің орнында, өзің істесең, сенің құның қанша? Күніне 3000 теңге сенің құның. Түсіндің ба? Бірақ сондай адамдарды көргенмін мен, магазин ашып алып, үлкен магазині бар өзінің, өзі кассир бірақ. Түсіндің ба? Өзі кассир, сол кассир, мен айтам, сен бизнесмен емессің, сен кассирсің, сен болды. Түсіндің ба? Ол өзін өзі істеп алды, жалдап алды. Ол істесе болатын еді ғой, ол барып 3000 теңгеге адамды жалдап, күніне 3000 теңге беріп кассирді жалдап қойса болатын еді ғой, бірақ ол қимайды ол. Нені қимай тұр ол? Ақшаны қимай тұр. Түсіндің ба? Ал сен қай уақытта ақшаны қиясың, сол кезде мынаны алып кетесің. Қай уақытта сен оны ақшаны қимайсың, мынау сенің өзіңде қалады. Сенде энергия да жоқ, уақыт та жоқ, потому что целый день ақша санап тұрсың сен. Түсіндің ба? Ол шығу керек та, не істеу керек? Үйге барып не қарау керек? Қалаулым қарау керек па? Жоқ. Ол не істеу керек? Стратегия жасау керек. Қалай жасаймын деген нәрсені қарау керек. Түсіндің ба? Жақсы, жаздыңыздар ма мынаны? Қандай қабілетті жетіспеген ойымдан келеді? Бір-екеуіңізден сұрайым. Кім айтады? Кім дайын болды? Менде қандай қабілетті жетіспегеннен ойымдағыны іске асыра алмай жүрмін? Менде білім жетіспейді, толық зерттелмеген бизнес ойлап отырған. Сенімділік, қорқыныш, жігер жоқ, адамдармен айналысу. Бәрі сөйлесе алмаймын. Не сөйлесін? Жақсы. Тәуекел. Тәуекел жоқ па? Қорқыныш. Неге тәуекел жоқ? Неге адамдарда тәуекел жоқ? Қорқыныш. Неден қорқасың? Неден қорқасың? Конкретно айтшы. Ең соңында неден қорқасың? Ісімді жүргізе алмаймын. Айттық қой бұған. Бұл соғыс, бірақ адам өлмейді. Сен өлмейсің, бірақ неден қорқасың? Өлімнен қорқпайсың, явно. Жоқ, не, жаңағыдай не, ісімді жүргізе алмаймын. Жүргізе алмасаң не болады? Банкрот болса не болады? Банкрот дейді, сенде дым жоқ қой, несін банкрот боласың? Жоқ, адам дейді, кедейліктен қорқады, бірақ өзі кедей дейді. Жоқ, Билл Гейтс айтсам, Билл Гейтс бір нәрсе бастауға қорқамын, мынау миллиардтарымды жоғалтып аламын десе, онда түсінемін да мен. Жоқ, тәуекел бірдеңе бастауға. Бастауға неліктен қорқасың? Мен қазір себебін айтайын тұрмын. Қорқыныш, білмегенсің шығар. Жоқ, қорқыныш деген нәрсе, бұл домалақ бір нәрсе да ол. Қорқыныш. Білмейсің қалай жүреді, Жоқ. бизнесті қалай. Жоқ, қорқам деген сөз, мысалға, дейді ғой, қорқам деген сөз, мен бүйтсем, мынадан қорқам, мысалға, мына жерге бүйтіп аяқты басуға қорқам, потому что бассам мен бүйрегім ауырып кетеді деп қорқам. Деген сияқты ғой, например, да, құлаудан қорқам емес, конкретно не нәрседен қорқасың, сол сияқты ғой. Неден қорқасың? Айтшы, сол қорқыныш деген нәрсе, ақша жоғалту ма, әлде жұрт жоқ, білімсіздік ол проблема. Жоқ. Потому что сенде белгілі нәрсе бар қазір. Осы тұрғанда белгілі зат бар бір. Белгілі нәрсемен айналысып тұрсың. Белгілі ақша келіп тұр, дұрыс па? Сол белгілі нәрсе саған белгілі ол, біліп тұрсың, дұрыс па? Ал мынаяқ саған белгісіз, білмейсің. Түсінікті ме? Бірақ сен мынаяққа аттап басқан кезде, уже сен мынаған кіргеннен кейін зона комфорты деген, зона комфортының ішінде отырсың сен. Осы зона комфорттан шығып кетпейінше, адамда напряг болмайды. Напряг деген сөз, қай уақытта сен зона комфорттан шығасың, сол кезде ми жұмыс істейді. Зона комфорттан шықпайынша ми жұмыс істемейді. Түсінікті ме? Сен болотадан шыға аласың ба, негізінде білесің ба техникасын шығудың? Білмейтін болсаң, болотаға түссең, сен үйренесің содан. Иә, жүзуді үйреткенде білесің ба, жүзгенде суға итеріп жібереді адамдарды. Түсіндің ме? Потому что адам теорияның бәрін үйреніп алып, примерно білем деген сияқты болмайды, бірінші итеріп жібереді, сосын барып істейді. Дұрыс па? Сөйтіп өзіңді итермелеуің керексің негізінде. Иә, баяғыда бір адам болған, хан болған, ханға келіп, постоянно адамдар айтады, өлім жазасына жазады, несейді ғой, өлім жазасына қияды ғой адамдарды. Сол кезде алып келген кезде айтады екен, саған таңдау берілгені. Мына жақта садақ ататындар тұрады, мына жақта қап-қара есік тұрады. Садақ ататындарға баратын болсаң, садақпен атат, сол кезде өлесің. Ал мына жаққа келетін болсаң, бұның үшін белгісіз негізі. Бірақ енді өзін таңда дейді. Постоянно адамдар бүйтіп қарап-қарап тұрады екен, қараса айналасының барлығы не? Скелетте, там біреудің жұнып қалған қолы, қан деген сияқты нелер болды. Қорқады да қойшы дейді да, мына жаққа қарай кәдімгі білетін өліммен барайын деп,
мына жаққа барады да өліп қала береді екен. Содан бір уәзір келіп айтатын күні, кешірерсің, мен сізден сұрайыншы, мына қара есік не нәрсе мынау? Өмір бойы ата бабадан келе жатыр, бірақ мен өзім де білмеймін, бірақ адамдардың бәрі осыдан қорқады, мына жаққа кетіп қалады десе, ашып көр деп айтты дейді. Қой жоқ, қорқамын деп айтты дейді, аша алмаймын. Жоқ, мен саған жамандық тілемеймін ғой негізі, ашып көр деп айтты. Ашып қалса ар жағы свобода дейді. Көрдің ба? Адамдар дейді, белгісіз нәрсенің бетіне қарап қорқады дейді. Көрдің ба? Сен білмейсің, мүмкін жарқын өмір сол жерде шығар дейді. Бұл өмірде айтып отқаным сол, бір нәрсені бастап көру керек. Ешқандай қорқыныш болудың қажеті жоқ. Сен постоянно возможности күтіп отыра алмайсың. Сен білмейсің. Адамдар сондай не болып кеткен, осторожничать ететін болған, сондай қасымда адамдарым бар, мен таныстарым бар сондай. Слишком осторожный, ничего не добились. Зато осторожный. Сен білмейсің ғой, сен қай жерде опасный бар, сен мина қай жерде бар екен білмейсің ғой. Иә. Сол сияқты қандай қабілетті жетіспеген ойымдан істей алмай жүрмін. Қандай адамдармен араласқандығымнан немерешек кедергіге душар болып жүрмін. Қара, қандай да бір адамдар бар ма айналаңызда кедергі болып жүрген? Осы істегіңіз келіп жүрген ісіңізге кедергі болып жүрген адамдар бар ма? Неге жүр онда олар? Жететін болса неге жүру? Ауыстыру керек деген сөз, оларға давай мен бүгіннен бастап саған не болмаймын, подушка болмаймын деп кетіп қалу емес негізінде. От нас не уходит дейді, от нас отстают дейді негізінде. Түсіндің ба? Чтобы адамдар сенен қалып қоятындай болу керек. Қара, мысалға, мен кеттім оқуға кетіп баратырмын немесе, барасың ба десе, қалып қоятын болса, болды, қалды деген сөз ол. Дұрыс па? Адамдар сені тартады, немесе сен оны тартасың. Сондықтан да адамдардан не всегда кетіп қалады адамдар. От нас отстают. Отстают, дұрыс па? Сол сияқты бизнесте де сондай. Еш уақытта олардың ықпалында болмаңыз. Наоборот, өзіңізді лидер санаңыз. Өзіңізді лидер, сіздің артыңыздан еру керек олар, керек болса. Түсінікті ма? Енді видео айтады. Өзіңнің цельдарың болады, сен жазатын идеяларың болады. Оны үйге барғанда істейсіңдер. Үйге барған істейсіңдер, ертең тексерем. Өзіңнің идеяларыңды, мақсаттарыңды жазып қоясың. Идея, мақсаттық идеяларын жазып қоясың. Жазып болғаннан кейін, қасына араласып жүрген адамдарыңды спискісін жазасың. Қазіргі араласып жүрген адамдардың спискісін жазасың. Спискісін жазғаннан кейін, осы мына мақсатыма, мына ішіндегі адамдардың қайсысының несі бар? Ықпалы бар, например. Қатысы бар ма? Қайсының қатысы бар, соларға стрелканы қоясыз да, қатысы жоқтардың бәрін сызып тастайсың, бұл керек емес. Бәрінің қатысы жоқ десеңші. Араласпайсың олармен. Араласпайсың емес, просто веш, олар шақырған жерге мысалға барып, потому что олардың мақсаты бөлек қой. Олар мен ол туралы әңгіме айтпай шығар. Ол мәселе жайлы әңгіме олармен сөйлеспеу керек шығар. Енді сенің уақытыңда да пожиратели времени ғой олар. Пожиратели времени. Сенің уақытыңды алады ғой олар постоянно. Саған постоянно тауға шығып айтайық, саған ана жерге барып айтайық, мына жерге барып айтайық деп айта береді. Сен жоқ деп айта алмайсың негізінде. Түсіндің ба? Сондықтан да бұл жерде отказ беріп, там жоқ деген сияқты нәрсе емес, просто вежливо айтып үйрену керек та адамдарға ше. Мен просто мындаймен айналысайын деп едім. Хабарласпай қалдың, неге хабарласпай қалды десем, мен сондай нәрсемен айналысып жүрмін. Болды, дай понять, что сен сондай нәрсемен айналысып жүрсің. Бармай қой, мұқтаж емес. Мұқтаж емес. Иә. Түсінікті ма? Енді қараңыздар. Қазір осы тұрғанда айтамыз. Өзіңіздің тесно араласып жүрген 5 адамның спискін жазамыз қазір осы тұрғанда. Тез істей қояйық. Қазір осы тұрғанда. Тесно араласып жүрген. Мама, папа емес, аға, іні болмайды, апа, сіңілі болмайды. Тек қана өзіңіздің достарыңыз болуы мүмкін, курстастарыңыз, араласып жүрген, шай ішіп жүрген, там жиі араласатын телефонмен деген сияқты. Сол адамдармен көбірек сөйлесесің. Сол 5 адамның жазасы қазір. Тез жаза қойыңыз аттарын. Жазыңыз ғой, соның жанына енді примерно білулеріңіз мүмкін, білет деп ойлаймын. Примерно табатын ақшасын жазыңыз. Айына примерно осындай айлық алады, немесе осындай зарабатывает он. Вот, соны жазыңыз. 5 адам жазыңыздар ма? Айлықтан жазыңыздар ма? Айлығын бәрін қосыңыз. Қанша болды? Шамамен жазыңыз ғой, бәрін қосыңыз айлықты. Енді кімде қанша адам, соншаға бөлсін енді. Чуть больше болғанда, примерно там 50 мың, там плюс-минус 50 мың, сондай ғой, 100 мың әрі кетсе. Бұл айтқанда деңгей примерно сондай да негізінде. Көрдіңіз ба? Қасыңыздағы жүрген адамға тікелей байланысты ол. Потому что қарға қарғамен ұшады, торғаймен ұшады ол всегда. Жоқ, түк таппайын болғанда,
у вас идея настолько жоқ ғой. То, что вы таппай жатқаныңыз проблема емес. Сіздің басыңызға келетін ақыл, идея бар ғой, ертең именно соның уровеніне барады бәрібір. Сіздің ертең бір идеяны тауып соны жүргізетін болсаңыз, сол уровенге барады ол бәрібір. Ол уровеннен шықпайды ол. Финансовый программа ғой ол әшейін. Түсіндің ме? Бәрібір сол айналаңдағы адамдардың айлығына байланысты шыға алмайсың сен. Айтқанда қыран болды, тауық болды деген сияқты, сол біреуге тауық жүрген адамдар ол біреу 3 жұмыртқа туып, біреу 1 жұмыртқа тумайды ол. Бәрібір 1 жұмыртқа туады бәрі ше. Ұқсап кетеді бір-біріне. Сондықтан да қасындағы адам қатты сізге әсерлену үшін қасыңыздағы адамдардың доходтары жоғары болу керек негізінде. Не үшін білесіздер ме? Осы ананың қалтасында постоянно 100 000 теңге жүреді, ал мен болса постоянно құртып жібере беремін деген сияқты адам өзін-өзі түзеп алады да негізінде. Айтасың, мына адам миллионер ғой, соның өзінде не тәкаппарланбайды, менікіне тәкаппарландыру дейсің да, ананың несіне орнына түсесің сен. Көрдің ба? Адам өзін не көтеріп алады. А біздерге постоянно комфортны, бізден төмен адамдармен жүргенге комфортны болып кеткенбіз. Неге? Постоянно сені тыңдайды бәрі, сөйлегенде сен ішіндегі ақылсыз сен. Ал сен жаңағыдай мықтылардың қасына барсаң, сен ұры иттер сияқты болып қаласың ана жерде. Сөйлей алмайсың. Көрдің ба? Саған не комфортно ана жерге барған кезде, самый последний жаңағы ақымақ адам болып отырғың келмейді да, и сен постоянно тупойлардың арасына барып алып, өзіңнің әңгімеңді жыртып отырасың, мысалы, қарап отырсаң. Өзіңді бағалайтын жерде отырасың. Иә, сондай бағалайды. А ол болмайды, ол негізі жаман нәрсе. Айтады, дүниеде дейді, өзіңнен төменге қара дейді. Білімге келгенде өзіңнен жоғарыға қара дейді. Біз наоборот, дүниеге келген кезде өзімізге жоғарыдан қараймыз да, мә, алынады қараш күшті деп жүреміз да. Білімге келген кезде, анау түк білмейді, мен кішкене болса да тренингке барып жүрмін деп қоясың. Болмайды олай істеуге. Наоборот болу керек бәрі.